Шағын және орта бизнесті дамытуға арналған қазақ тілді ақпараттық технологиялық бағдарламалар аз. Бұл жастардың кәсібін дөңгелетіп әкетуіне кедергі болып отыр. Бүгін елордада бас қосқан жас кәсіпкерлер осылай деп базыналарын жеткізді. Жиында олар ресейлік ақпараттық технологияның жілігін шағып, майын ішкен бағдарламашылармен тәжірибе алмасты. Бүгінде бірнеше отандық ақпараттық компания шағын және орта бизнеске арналған қазақ тілді ақпараттық бағдарламалардың жобасын жасаған. Онда Қазақстанның барлық аймақтарындағы кәсіпкерлер құқықтық ақпараттық кеңес қызметіне онлайн түрде жүгіне алады. Виртуалды алаң арқылы шағын және орта бизнеске мемлекеттік қолдау жөнінде ақпарды қазақ тілінде алуға мүмкіндік тумақ. Біз бүгін күні қазақ тілді бағдарламалық жасауға керектігін біліп отырмыз. Соған байланысты біз бүгін күні КОПС деген жобаны жасадық. Ол қазақ онлайн бизнес скул деген. Ол қазақ тілінде жастарға бизнес үйрету. Сол проект қазір істеп тұр.